Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін ерекше тамақ пісіретін боламыз. Және де ең бірінші ыдысымызға суымызды, жұмыртқамызды, майымызды, тұзымызды қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып барлығын болғаннан кейін ұнымызды қосып, жұп-жұмсақ қылдырып қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін жуылған күрішіміздің үстіне ып-ыстық су қылдырып қойып қоямыз. Кез келген фарш түрін аламыз. Мен сиырдың фаршын алдым. Фаршымызға лугымызды кубиктап қылдырып турап шығамыз. Туралған пиязымызды фаршымыздың үстіне қосамыз. Үстінен майымызды және де дәмдеуіштерімізді саламыз. Тұз бен бұрышымызды зира қосаңыздар болады, дәміне қарай. Жақсылап тұрып барлығын басын біркелкі қылдырып араластырып аламыз. Жаңағы жасалған фаршымыздан шарик қылдырып, өзімізге ыңғайлы формада қылдырып жасап аламыз. Жасалған формочкаларымызды тура осындай болып шығады. Енді осы формочкаларымызды күріштің суын төгіп, сол күрішімізге айналдырып, жан-жағынан айналдырып, толығымен күрішімізбен қапталып шығу керек. Видеодағындай қылдырып жасасаңыздар болады. Осындай бізде формочкаларымыз шықты. Енді майымызды жақсылап қыздырып аламыз. Үстіне туралған пиязымызды қуырып аламыз. Жақсылап қуырылып болғаннан кейін үстіне сәбізімізді қосамыз. Тағы да жақсылап тұрып араластырып қуырып аламыз. Үстінен капустамызды қоссаңыздар да болады. Тағы да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Тұзымызды дәміне қарай саламыз. Капустамызды жақсылап қуырып аламыз. Қуырып болғаннан кейін үстінен бір болгар перецін қоссаңыздар болады, дәміне қарай. Оны да жақсылап тұрып араластырып қуырып алып, үстінен томат саламыз. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Үстінен помидор қосамызды, тағы да бір рет жақсылап араластырып аламыз. Енді үстінен суымызды құямыз, крышкасын жауып қойып қоямыз. Оған дейін қамырымызды илеп аламыз. Ол үшін дайын тұрған қамырымызды онымен жақсылап тұрып басып, оқтаулап, жұқалап, оқтаулап аламыз. Жұқа жайған қамырымызды стаканның немесе кесенің көлемімен бөліктерге бөліп аламыз.
Қамырымыздың ортасына осылай фаршымызды ақырынан салып, жегін видеодағындай қылдырып бөгіп аламыз. Барлығын бөгіп болғаннан кейін осындай болып шығады. Енді дайын тұрған подливіміздің үстіне қамырымызды ақырын-ақырынан видеодағындай қылдырып қойып шығамыз. 40 минуттай пісіретін боламыз, қақпағын жауып қоямыз. Өте дәмді, өте ерекше, ауызашарға прям супер болып шығатын тамағымыз дайын болды. Жасалу жолы оңай және ерекше болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жан жақтарына қамырыңызды қойғаннан кейін ортасына ұстап подливімізді қосып, нан қосып жесеңіздер болады. Дәмін енді айта алмаймын. Менің каналыма жазылып, тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар. Үлкен рахмет.